әріптестер, білім мен тәрбие жолында аянбай еңбек етіп жүрген ардақты балабақша тәрбиешілері. Презентация. Баршаңызбен бүгінгі осындай тағылымы терең, мағынасы ерекше кездесуде жүздесіп отырғаныма шын жүректен қуаныштымын. Бүгінгі басқосуымыздың тақырыбы ұлттық ойын, ұлт қазынасы. Бұл жай ғана тақырып емес, бұл тәрбие, бұл болашақ, бұл баланың жүрегіне жол табатын ең табиғи құрал. Қадірлі әріптестер, бүгінгі бала ертеңгі ел иесі. Сол баланың қандай азамат болып қалыптасуы тікелей бізге байланысты. Балабақша баланың алғашқы ұжымы, алғашқы тәрбие мектебі, алғашқы өмір сабағы. Осы кезеңде берілген тәрбие тасқа қашалған таңбадай өмір бойы өшпейді. Міне, дәл осы жерде ұлттық ойындардың маңызы орасан зор. Қазақтың ұлттық ойындары қазақ халқының мәдени мұрасының ажырамас бөлігі. Ұрпақтан ұрпаққа, атадан балаға, үлкеннен кішіге мұра болып жалғасып келе жатқан рухани құндылықтардың бірі. Және баға жетпес байлығымыз, асыл қазынамыз. Қазақ халқының ұлттық ойындарға бай халық. Ата-бабамыз ұлттық ойындар арқылы ұрпақты мықты әрі жігерлі болып өсуіне ықпал етіп, олардың береке бірлігі мен ынтымағын жарастырып отырған. Қазақтың ұлттық ойындарының зерттеуді ертеден бастаған 20 ғасырдың басындағы этнограф Гуннер қазақтың ұлттық қозғалмалы ойындарымен қатар қазақ ойындарына топтамалық жіктеу жасап, ойындардың бала тәрбиесінде алатын маңызын ескере отырып, ұлттық ойындарды оқу үдерісінде пайдалануға ұсыныс жасаған. Ал қазақтың ұлылары Абай Құнанбаев, Шоқан Уәлиханов, Ыбырай Алтынсарин ұлт ойындарының білім берудегі рөлін жоғары бағалап, адамгершілік эстетикалық жағынан дамытушы құрал екенін атап айтқан. Ал Мағжан Жұмабаев ойындар халық мәдениетінен бастау алар айқайнар көзі, баланың ойлау қабілетінің өсу қажеттілігі, тілдің, дене шынықтыру тәрбиесінің негізгі элементі деген тұжырымдама жасаған. Ұлттық ойындарда Тәнекеев, Бүркітбаев, Балғынбаевтар да зерттеген. Қазақстан ұлттық энциклопедия кітабында қазақтың ұлттық ойындарының маңызы туралы былай: қазақ ұлты негізінен ұрпақ қамын басты мақсат етіп қойып, балалардың нағыз азамат болып қалыптасуына аса зор мән берген. Нәтижесінде дәстүрлі бала тәрбиесінің басты құралы ретінде ұлттық ойынды дамытып отырған деп жазған. Сондықтан қазақ халқының ұлттық ойындарының мәдени және тарихи маңыздылығын анықтап, оларды сақтау мен дамыту жолдарын қарастырып, өз іс тәжірибемде жаңашылдық енгізу арқылы жандандырудың жалғасына мүмкіндік етіп мақсат қойдым. Қазіргі таңда мектепке дейінгі ұйымдарда атадан балаға мирас болып келе жатқан ұлттық мұрамыз бен халқымыздың мәдениетімен, салт дәстүрімен таныстырып, ұлттық құндылықтарымызды жан-жақты дәріптеу үстінде болғандықтан, ұлтымыздың асыл қазынасы ұлттық ойындарымызды жоғалтып алмай, ұрпақтан ұрпаққа жетуін насихаттау баршамызға ортақ міндет болғандықтан, дәстүрлі ойын мазмұнын сақтай отырып, балаларға заманауи тұрғыда жеткізу мақсатында ұлттық ойын, ұлт қазынасы атты әдістемелік ұсынымды жарыққа шығаруды жөн көрдім. Ұлттық ойын, ұлт қазынасы атты әдістемелік ұсынымды жасау себебім кейінгі кезде ұмытылып бара жатқан ойындарды жаңғырту, ұлттық ойындардың түп нұсқасын, мазмұнын сақтай отырып, балалардың жас ерекшелігін ескере отырып, жаңаша әдіс пен инновациялық технологияларды қолдану, интерактивті тақталар, мультимедиалдық бағдарламалар,
жасанды интеллектілер тағы басқалары арқылы қайта жандандыру және өз іс тәжірибемді жүзеге асыру болып табылады. Балалардың жан-жақты дамуына үлес қоса аламыз. Осылайша ұмыт бола бастаған ұлттық ойындарды жаңартып, балалардың бойына ұлттық рухын сіңіреміз. Сонда ғана балалар ұлттық ойындар арқылы ата-бабасының тұрмыс салтын хабардар болады, бойына сіңіріп өседі. Ұлттық ойын ұлт қазынасы атты әдістемелік ұсыным Қазақстан Республикасының оқу-ағарту министрінің 23 қаңтар айының 25 жылғы 12 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптары мен Қазақстан Республикасының оқу-ағарту министрінің 30 сәуір айының 25 жылғы 98 номерлі мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасын, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу жоспарына және адал азамат біртұтас тәрбие негізінде әзірленді. Әдістемелік ұсынымда қазақ халқының ұлттық ойындарының тәрбиелік дамытушылық рөлі қарастырылған. Ұлттық ойындардың мазмұны арқылы балалардың қимыл қозғалысы, мәдениеті, қарым-қатынасы, танымдық белсенділігі, ұлттық сана сезімді қалыптастырады. Қазіргі мектепке дейінгі білім беру жүйесінде ұлттық ойындарды пайдалану тек дәстүрге құрмет көрсету ғана емес, сонымен қатар стратегиялық маңызы бар педагогикалық құрал болып табылады. Жаһандану, цифрландыру жағдайында балалардың ерте жастан жаппай мәдениет пен цифрлық ортаға ену, ұлттық мәдени құндылықтарды сақтаудың маңыздылығы арта түсуде. Әдістемелік ұсынымның өзектілігі: бірінші, ұлттық код пен мәдени бірегейлікті сақтау. Қазіргі уақытта балалар мультфильм кейіпкерлері, компьютерлік ойындар мен цифрлық платформалар сияқты жаһандық бейнелерге көбірек бағдарлануда. Асық ату, арқан тартыс, белдесу сияқты ұлттық ойындар баланы өз халқының тамырымен қайта байланыстырады. Ойын арқылы бала ана тілін, ұлттық менталитетті, салт дәстүр мен адамгершілік құндылықтарды табиғи түрде меңгереді. Бұл отансүйгіштік тәрбиенің берік негізі. Екінші, балалардың жан-жақты физикалық дамуы. Қазіргі балалар арасында қимыл қозғалыстың аздығынан гиподинамия туындайтын мәселелер жиі кездеседі. Ұлттық ойындар қимыл қозғалысқа бай, белсенді сипатта болып келеді және баланың күшін, төзімділігін, ептілігін, қозғалыс үйлесімділігін және көз мөлшерін дамытады. Мысалы, асық ойыны ұсақ және ірі моториканы жетілдіруге ықпал етеді, ал моториканың дамуы баланың ойлау қабілетімен тікелей байланысты. Үшінші, әлеуметтену және жұмсақ дағдыларды қалыптастыру. Ұлттық ойындардың көпшілігі ұжымдық түрде ойналады және нақты ережеге негізделген. Ойын барысында балалар бір-бірімен қарым-қатынас жасауға, кезек сақтауға, келісімге келуге, дау-жанжалды әділ шешуге және командада жұмыс істеуге үйренеді. Бұл эмоционалдық интеллектінің дамуына, қарым-қатынас мәдениетінің қалыптасуына және асар сияқты ұлттық құндылықтардың орнығуына ықпал етеді. Төртінші, ұлттық дәстүрлерді заманауи білім беру ортасына кіріктіру. Қазіргі педагогикалық тәжірибеде ұлттық ойындарды заманауи технологиялармен үйлестіру мүмкіндігі бар. Бұл ұлттық ойын ережелерін жасанды интеллектіні пайдалану, интерактивті сызбалар мен виртуалды ойын жағдайларын құру, дәстүрлі ойындарды альфа 2010-2010 жылы ұрпағы үшін тартымды әлі түсінікті етеді. Бесінші, мемлекеттік білім беру стандартына сәйкестігі.
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасында ұлттық компонентке ерекше мән берілді. Ұлттық ойындарды білім беру үдерісіне енгізу мемлекеттік стандарт талаптарына толық сәйкес келеді және өз тарихы мен мәдениетін білетін жан-жақты дамыған тұлғаны қалыптастыруға мүмкіндік береді. Әдістемелік ұсынымның мақсаты. Әдістемелік ұсынымның мақсаты қазақ халқының мәдениеті мен салт дәстүріне деген қызығушылықтарын дамыта отырып, ұлттық ойындар арқылы патриоттық сезімдерін қалыптастыру. Әдістемелік ұсынымның міндеттері: ұлттық ойындар туралы олардың тарихы, түрлі қазіргі даму, салауатты өмір салтын қалыптастырудағы рөлі туралы білімдерін кеңейту, қазақ халқының ұлттық мәдениетіне қызығушылықты ояту. Ұлттық ойындар арқылы мәдени мұра туралы білімдерін меңгерту. Төртінші, ұлттық ойындар арқылы отансүйгіштікке, ұлтжандылыққа тәрбиелеу. Әдістемелік ұсынымның күтілетін нәтижелері. Бірінші, ұлттық ойындар туралы олардың тарихи түрлері, қазіргі даму және салауатты өмір салтын қалыптастыруға туралы білімдерін кеңейтті. Қазақ халқының ұлттық мәдениетін қызығушылықтары оянды. Ұлттық ойындар арқылы мәдени мұра туралы білімдері меңгерілді. Ұлттық ойындар арқылы отансүйгіштікке, ұлтжандылыққа тәрбиеленді. Әдістемелік ұсынымның зерттелу барысында ұлттық ойындар арқылы тәрбиеленген балалар болашақта өз мәдениетін бағалай білетін, ұлттық құндылықтарды меңгерген, дені сау және рухани бай тұлға болып өседі. Осы әдістемелік ұсыным педагогтарға балаларды тиімді тәрбиелеудің, олардың физикалық, психологиялық және рухани дамуын үйлесімді қамтамасыз етудің нақты жолдарын көрсетеді. Ұлттық ойындарды ұйымдастырылған іс-әрекеттер барысында бос уақыттарында күннің екінші жартысында балалардың бойына ұлттық сезімін ояту үшін ойнатылып отыру қажет. Балалар осы ойындар арқылы халқымыздың салт дәстүрін, ұлттық құндылықтарын танып, қызығушылығы оянады. Тың ойынды үйрене бастайды. Ең алдымен ойын барысында балалардың жас ерекшелігі ескеріледі. Мақсат бұл жерде ұлттық ойындардың түп нұсқасын сақтай отырып, оны жаңаша түрде ойнату. Бала бақшадағы ұлттық ойындарды пайдалану арқылы біз балаларға ұлттық құндылықтарды сіңдіріп, олардың рухани бай, жан-жақты дамыған тұлға етіп тәрбиелей аламыз. Мектеп жасына дейінгі балалардың іскерліктері мен дағдыларының даму деңгейлері мониторинг жүргізу арқылы анықталды. Мектеп алды топ 5 жастағы балалардың ұлттық ойындар меңгеруіндегі іскерліктері мен дағдыларының даму деңгейлерінің критериялары. Алдарыңызда көрініп тұр, қарасаңыздар. Қазақ ұлттық ойындары арқылы мектепке дейінгі балалардың іскерліктер мен дағдыларының даму деңгейлерін көрсетілген бақылау критериялары арқылы анықтауға болады. Балалардың ұлттық ойындарды меңгеруі 6 индикаторлар арқылы және ойлау қабілеті, қимыл белсендіктері бірінші деңгейге төмен, екінші деңгейге орта, үшінші деңгейге жоғары деңгейде қарастырылады. Бірінші деңгей төмен. Бұнда ұлттық ойындарды ойнау барысында қызығушылық таныта алмайды. Ұлттық ойындарды ойнау барысында үлкендердің көмегін қажет етеді. Қимыл қозғалыстары баяу, танымдық қабілеттері төмен, шапшаңдық, ептілік тағы басқа қасиеттері толық жетілмеген. Екінші деңгей орта. Ұлттық ойындарды ойнау барысында қызығушылығы, қимыл қозғалыстары орташа, танымдық қабілеттері қалыпты арта басталады. Үшінші деңгей қимыл қозғалыстары белсенді, танымдық қабілеттері жоғары деңгейде дамыған, сөздік қорлары мол, шапшаңдық, ептілік тағы басқа қасиеттері жетілген. Бұл жерде мен
Қарлығаш мектеп алды тобының балаларымен балаларын алдым. Жыл басында бала саны 22, жүргізілген мониторинг нәтижесі бойынша балалардың ұлттық ойындарға қатысу деңгейлерінің көрсеткіші жоғары деңгейде 9%, орта деңгейде 32%, төмен деңгейде 55%. Ал балалардың ұлттық ойынның шартын түсініп ойнау дәрежелері төмен, үлкендердің көмегін қажет етеді, қимыл қозғалыстары баяу, танымдық қабілеттері танымдық қабілеттері төмен, шапшаңдық, ептілік, тағы басқа қасиеттері төмен болады. Аралық мониторинг нәтижесінде балалардың ұлттық ойынға қатысу деңгейлері көрсеткіші. Бұл жерде аралықта балалардың саны 25, 2 бала жаңадан келді. Жоғары деңгейде 32%, орта деңгейде 44%, төмен деңгейде 24%. Жүйелі ұйымдастырылған іс-әрекеттер, серуен, таңертеңгі жаттығулар, күннің екінші жартысында және балалардың бос уақытында ұлттық ойындарды ойнатудың нәтижесінде балалардың физикалық даму деңгейі көтеріліп, ойын шартын түсініп ойнау, ойын барысында қарым-қатынастары дамып, белсенділік қабілеттері арта бастады. Оқу жылының аяғындағы қорытынды мониторинг жүргізу нәтижесінде балалардың ұлттық ойынға қатысу деңгейлерінің көрсеткіші мектеп алды Қарлығаш тобының балалары ойын мазмұнын меңгерудегі жалпы пайыздық көрсеткіші кезінде жоғары деңгейде 70%, орта деңгейде 24%, төмен деңгейде 6% бала. Балалар ойын үстінде бір-біріне қолдау, әділдік сақтау, жауапкершілік таныту сияқты маңызды әлеуметтік мінез-құлық модельдерін көрсете алды. Балалардың ақыл-ойы, логикалары, тілі дамыды. Қимыл қозғалыстары белсенді, танымдық қабілеттері жоғары деңгейде дамыған. Сөздік қорлары мол. Балалар ұлттық ойындар арқылы халқымыздың салт дәстүрін, ұлттық құндылықтарын танып, қызығушылығы оянды. Балалардың бойында өз ұлтына деген құрмет, мақтаныш, патриоттық сезімдері дамыды. Әдістемелік ұсынымдағы ойын түрлері, бұл жерде мен алдым, 34 ойынын алдым. Өзіміздің осы балабақшада ойнап жүрген. Ойын түрлері баланың жеке басымен және жас ерекшелігіне сай қарастырылып, физикалық дағдыларын қалыптасуын оң нәтиже көрсетті. Мемлекеттік басшы Қасым-Жомарт Тоқаев жас спортшыларды таным түсінігімізге сай тәрбиелеп, олардың бойына дәстүрлі құндылықтарды сіңіру өте маңызды. Ұлттың жаны таза, санасы сау болуға тиіс деген еді. Осы орайда ұлттық ойындарымыз тек спортшыларға ғана емес, тұтас өскелең ұрпаққа тәрбие беруде ерекше маңызға ие екені анық. Қазіргі кезде қазақтың ұлттық ойындарын балабақшада күн тәртібінде қолдану өскелең ұрпаққа тәрбиелеуде теңдесі жоқ құрал. Әр күн сайын ұлттық ойынның 1-2 түрін алып, соларды ойнау тәсілін үйретіп, жетілдіріп, қайталау арқылы пысықтап отырса, әрбір бала жанында сақтайды да оны ойнай береді. Бұл ойындар арқылы балалар физикалық, психологиялық, танымдық және әлеуметтік қабілеттері дамиды. Әр баланың санасына ойынды сіңіруіміз үшін біз қызықты да дұрыс әдістерді қолдануымыз керек. Солардың бірі цифрлық технологияларды қолдану арқылы балалардың қызығушылығын арттырып, танымдық қабілеттерін, сөйлеу және ойлау дағдыларын
дамытуға үлкен мүмкіндік береді. Баланың өмірдегі қадам басардағы алғашқы қимыл әрекеті ойын, сондықтан оның мәні ерекше. Қазақ халқының ұлы ойшылы Абай Құнанбаев ойын ойнап, ән салмай өсер бала боламай деп айтқандай, баланың өмірінде ойын ерекше орын алады. Мен осы 34 ойынды бес салаға бөлдім, 5 бөлікке бөлдім. Бірінші асықтар ойыны дедім, онан кейін ұлттық қозғалмалы ойындар дедім, ат спорт ойындары, күш қайрат ойындары және ақыл ой логикалық ойындар деп алдым. Асық ойындары қазақ халқының ең көне әрі кең тараған ойындарының бірі. Асықты далада алаңда ойнайды. Асық ойнап өскен бала мерген, өзгелерден ептілеу, зеректеу, табандырақ, шыдамды болып келеді. Халқымыз қой асығы демей-ақ, қолыңа түссе саққа тұт, асығың алшысынан түссін деп мақалдап сөйлеуінде асық ойынының қазақ мәдениетіндегі өзіндік орны бар екені байқалады. Иірілген асықтың түсуіне қарай алшы, тәйке, бүк, шік, омпы, шоңқа деген түрлері болады. Оның ішінде алшыны өте жоғары бағалаған. Асығың алшысынан түссін сөзі асығың алшысынан түссін деген сөз осыдан қалған. Жалпы бұл ойын түрінің мақсаты баланың ептілікке, шапшаңдыққа, дәлділікке тәрбиелейді. Асық ойындарын мектеп алды топтарында жарыс элементтерін қосып, әр топтың ұпайын есептеу арқылы математикалық дағдыларда қолдарының ұсақ моторикаларын дамытуға болады. Асық түстерін тап, қай асық алысқа ұшты сияқты ойын түрлері түстерді ажыратуға немесе көру зейінін арттырады. Ертеңгілік жаттығуларда да асықты кеңінен пайдалануға болады. Асық әнімен алшы, тәйке, бүк, шік асықтардың түсуін көрсету арқылы жаттығулар жасатуға да болады. Олардың жаттығуға деген қызығушылықтары артады. Асық ойыны ұлт болмысының символы. Баланың бойында ұқыптылық, сабырлылық және әділдік қасиеттерін қалыптастырады. Қазір мына жерде сіздер хан талапбай ойынын қарап өтулеріңізге болады. Балалар, бүгін мен сендермен бірге қазақтың ұлттық ойыны хан талапбай ойынын ойнағым келеді. Хан талапбай ойыны бұл 21 асықтан тұрады екен. Оның ішінде бір асықты хан болады екен. Ол асықтың түсі басқа асықтардан ерекше болады. Балалар, талапбай ойнайықшы, хан талапбай деп асығымызды ортаға шашамыз. Балалар, қараңдаршы, хан қалай жатыр? Алшасымен жатыр ма екен? Жоқ, онда мен хан қалай жатыр, сол асықтардан мен бастап атып алам, иә? Сән көремін, атала ба, атамай ба? Атылмады, өйткені басқа асыққа түсті. Балалар, қараңдаршы, хан қалай түсті? Бүк түсті, иә? Енді бүк түскен ханды біз былай саусақпен атып аламыз. Біреуі атып алдым, екіншісін атып алдым, мен өзіме жинап атырмын, үшіншісін де атып алдым, атамай қалдым. Енді үндісен атасың. Ала қоян асықты өзің тағы да. Қара шық қандай асықтар жатыр, шық асықтың бәрін атып аласың. Түспеді, е? Енді келесі балаға берейік. Балалар, ханымыз қалай түсті? Кімде қанша асық?
Сәлем балалар. Мен Айсылумын. Ал мен Алпамыспын. Бізбен бірге хан талапай ойынына тез жина. Шапшаң бол да қолды сал. Кім жылдам, кім алғыр. Бәрімізде ойнайық жарқырақ. Келесі ойын омпы ойыны. Балалар, жиналайық. Дәстүрлі омпы ойынын ойнаймыз. Кім мерген, кім шапшаң, бірге көрейік. Міне осы асық ойындарын көріп қызықтадыңыздар, иә? Енді келесі ұлттық қимыл қозғалыс ойындары. Ұлттық қимыл қозғалыс ойындары арқылы балалар қоршаған ортамен танысып, өзінің мүмкіндіктерін сезінеді, өзін өзі дамытуға және әлеуметтік бейімделуге үйренеді. Мектепалды топ балаларының қозғалыс белсенділігі жоғары болғандықтан, олардың ойынға қызығушылықтарын сақтау үшін ұлттық қимыл қозғалыс ойындары элементтері таптырмас әдіс. Ұлттық қимыл қозғалыс ойындары арқылы балалардың шапшаңдық, ептілік, төзімділік, икемділік сияқты қасиеттері дамиды. Сонымен қатар бұл ойындар бала бойында ұжыммен жұмыс істеу, тәртіп сақтау, ережелерге бағыну сияқты маңызды дағдыларды қалыптастырады. Ойын барысында балалар батылдық, жауапкершілік, достық, әділдік және өзара көмектесу сияқты адамгершілік қасиеттерді меңгереді. Көбінесе жарыс түрінде ойналатын ойындар қазіргі балабақша жағдайына қарай эстафеталық ойын түрінде де ойнатуға болады. Мысалы, саятшылық немесе бүркіт салу ойыны алатын болсақ, біріншіден балаларға бейнеролик арқылы қазақтың ұлттық саятшылық дәстүрімен, аңшылық өнерімен, мәдени мұрасымен, ұлттық құндылықтармен таныстырып ойнату. Ойын барысында бастаушы саятшы болады. Оның қолында бүркіттің макеті, екінші бала түлкі, қалған балалар үш топ болып бөлініп шеңбер құрып түлкінің інін жасайды. Музыка әуенімен саятшы түлкіні қуады. Әуен тоқтаған кезде түлкі қашып інге тығылады. Аңшы түлкіні ұстамайынша ойын жалғаса береді. Бұл ойында балалардың шапшаңдық, батылдық, ептілік қасиеттері дамиды. Бір-бірін қолдап, досының жеңісіне қуана білуге тәрбиеленеді. Балалар, бүгін сендермен бірге саятшылық немесе бүркіт салу ойынын ойнайық. Саятшылық даладағы көне сыр, бүркіт самғар қияларға төне бір. Қыран менен қысты бірге қарсы алып, ер мен табиғат табады тең өмір. Сәлеметсіңдер ме балалар? Балалар, бүгін біз саятшылық немесе бүркіт салу деген қазақтың ұлттық ойынын ойнаймыз. Балалар, қараңдаршы, енді экранға қарайық. Балалар, бүгін сендермен бірге
саятшылық немесе бүркіт салу ойынын ойнайық. Осы көріп отырған осы көріп отырған бейнероликтер жоғарыда айтқандай балаларға жасанды интеллект арқылы жасалған. Балалар осыған қарап қызығып, ойындары қызықты өтеді. Келесі, ұлттық ойындардың балалардың отансүйгіштік қасиеттерін арттырады. Ұлттық болмысын бойына сіңіреді. Ал асау мәстек ойынын алатын болсам, бұл ойында балалар футбол доптарын асау мәстек, асау ат ретінде мініп, мәреге қарай шабады. Жол бойында аттан құламай, түзу отырып, мәреге бірінші келген шабандоз жеңімпаз болады. Оқу жылының басында балалар футбол доптарында сенімсіз отырса, ал жыл аяғында қолдарында кішкене қамшылармен құламай жақсы шабатын болады. Бұл жерде балалардың аяқ, арқа, іш және тепе-теңдік, жауапты терең бұлшық еттері дамиды, жаттығады. Сондай-ақ координацияны, тепе-теңдікті және жалпы моториканы жақсартады. Асау мәстек ойыны. Сәлем балалар, мен Дәулетпін. Асау мәстек ойнайық. Сәлем балалар, мен Дәулетпін. Асау мәстек ойнайық. Асау мәстек алға шық, епті болсаң байқап ұт. Күлкі, шаттық, ойын көп, кел досым, мәстекпен шауып жет. Сәлем балалар, мен Дәулетпін. Асау мәстек ойнайық. Асау мәстек алға шық, епті болсаң байқап ұт. Күлкі, шаттық, ойын көп, кел досым, мәстекпен шауып жет. Енді келесі ат спорт ойындары. Адам мен жылқының өзара үйлесімді әрекетіне негізделген көне әрі ерекше спорт түрі. Бұл спорт ежелден қазақ халқының өмірімен тығыз байланысты. Ат қазақтың серігі, ер қанаты, ерлік пен намыстың нышаны болған. Сондықтан да ат спорт тек қана дене шынықтыру емес, сонымен қатар ұлттық дәстүр мен мәдениетті сақтаудың бір жолы саналады. Ат спортының түрлері және әрқайсысының өзіндік ерекшелігі бар. Бәйге жылқының жүйректігін сынайтын жарыс. Ал бұл жарыста шабандоздар ұзақ қашықтықта шапқан. Жылқының төзімділігі мен бапкердің еңбегі сыналған. Көкпар ойыны ер жігіттің күшін, батылдығын, ептілігін және командалық рухын танытатын ойын. Көкпар ұлттық ат спорт ойындарының бірі. Бұл ойынның аталуы көк бөрте лақ сөзінен шыққан, яғни атқа міну спорт түрлері. Балалармен біз бұл ойынды футбол доптарымен ойнаймыз. Атқа мінген көкпаршылар, яғни футбол добына отырған балалар, екі топқа бөлініп, жұмсақ ойыншық серкені қазандыққа салу үшін таласады.
Мына ат спортқа кетіп қалдым. Сәлем балалар, мен Дәулетпін. Балалар, ата-бабамыздан қалған ұлттық ойын көкпарға кезек келді. Бірге ойнап, бірлік пен ептілікті көрсетейік бәріміз. Ат спорты тек қана жарыс емес. Ат спорты тек жарыс немесе ойын емес. Ол жылқының тәрбиелеудің, баптаудың және оған қамқорлық көрсетудің мәдениеті. Сонымен қатар, қазіргі кезде ат спорты халықаралық деңгейде дамып, олимпиадалық спорт түрлерінің бірі ретінде танылған. Күш қайрат ойындары адамдардың дене қуатын, батылдығын, ептілігін және төзімділігін сынайтын ұлттық спорт түрі. Мұндай ойындар ерте заманнан бері халықтың тұрмысында ерекше орын алған. Қазақ халқы үшін күш пен қайрат ер жігіттің ең басты қасиеттерінің бірі саналған. Мысалы, қой көтеру ойыны, ойын спорты. Сәлем балалар, мен алпамыспын. Балалар, қойды бірге көтерейік, ойнап, күліп, шаттыққа бөленейік. Кім мықты, кім батыл, бәріміз көрейік. Қуаныш пен достықпен көңіл көтерейік. Келесі ойынымыз арқан түйу ойыны. Арқан түйу ойынында балалар шеңбер құрып тұрады. Нұсқаушы арқанды ұстап, ортаға шығады да ойынды бастадым деп арқанды еңкейіп тұрып, шеңбер бойымен айналдыра бастайды. Ал балалар секіріп тұрып, арқанды аяқтарының астынан өткізіп жібереді. Кімнің аяғына арқан тиіп кетсе, сол ойыннан шығады. Балалардың ептілік, батылдық, табандылық, жылдам да үйлесімді қимылдау қабілеттерін дамытады. Секіру шеберліктерін, берілген сигнал бойынша шапшаң қимылдау әрекеттерін жаттықтырады. Балалар, мен алпамыспын. Балалар, бәріміз жиналайық. Қазір қызықты арқан түйу ойынын ойнаймыз. Күшімізді сынап, көңілді уақыт өткізейік бәріміз.
Міне қазір енді тағы да қимыл қозғалыс ойынына айтайық та. Арқан тартыс ойынын көрейік, және оқтау тартыс ойынын көрейік. Сәлем балалар, бізбен бірге ойын ойнайсыңдар ма? Ойынның аты арқан тартыс. Арқан тартыс басталды, күш пен бірлік сыналды. Бірге тартып алға бас, кел балалар. Ойынға қосыл, жас. Сәлеметсіздер ме балалар? Сәлеметсіздер. Балалар, бүгін біз қазақ халқының ұлттық ойындарын ойнауға келіп тұрмыз. Балалар, мына экранға қараңызшы. Ойнайсыз ба ойынды? Иә. Қандай ойын екен? Арқан тартыс. Оқтау тартыс ойынын көрейік. Сәлем балалар, мен апамызбын. Балалар, бері келіңдер. Күшімізді білейік. Оқтауды біз тартайық. Кім мықты соны көрейік. Ойыннан теңгелі ойынын қарап өтейік. Сәлем балалар, мен Дәулетпін. Тез жиналыңдар, ойынға дайын болыңдар. Еңкейіп тез аламыз, теңге ілу бастаймыз. Экранға назар аударайық. Сәлем балалар, мен Дәулетпін. Балалар, тез жиналыңдар, ойынға дайын болыңдар. Еңкейіп тез аламыз, теңге ілу бастаймыз. Қызықты ұлттық ойын күтіп тұр. Ол ойынды білу үшін біз экранға назар аударайық. Балалар, біз енді қандай ойын ойнаймыз? Теңге ілу екен. Ендеше қазір мен ортаға теңгені қоямын. Мына жақ командадан бір бала шығады атымен, мына жақ топтан бір бала шығады атымен. Музыка қойған кезде сендер теңгені айналып жүгіресіңдер, шабасыңдар атпен. Музыка тоқтаған кезде қай бала үлгереді алып, сол бала жеңіске жететін болады. Түсінікті ме ойында? Дайынбыз ба балалар? Келесі балаға тамаша. Екі. Çok kötü. Екі.
келесі ойынымыз құрық салу ойыны. Бұл құрық салу ойынын мен осы 23 жылы біздің Астана қаласында көшпенділер ойындары болған. Соған барып, өзімнің қоржыныма осы құрық салу ойынын алдым. Осыны қызықтаңыздар. Сәлем балалар, мен Дәулетпін. Мен сендерді құрық салу ойынына шақырамын. Асау аттай ойнаймыз, құрық салып тойлаймыз. Епті болып дәлдеп сал, кел балалар бірге ал. Келесі ойынымыз қол күрес ойыны. Қол күрес ойыны. Сәлем балалар, мен алпамыспын. Балалар бері келіңдер. Күш пен ептілікті сынаймыз. Қол күресін ойнаймыз. Кім мықты, соны білеміз. Енді тымақ ұру ойынын бастайық. Сәлем балалар, мен алпамыспын. Мен сендермен тымақ ұру ойынын ойнайын. Келіңдер балалар ойынға тен, тымақ ұрып мергендікті бірге көр. Кім шапшаң, кім епті, байқап алайық. Тамаша. Енді келесі тоқтайтынымыз ақыл ой және логикалық ойындар. Ақыл ой және логикалық ойындар баланың ойлау жүйесінің танымдық қабілетін, зеректілігін, тапқырлығын және білімін дамытуға арналған ойындар. Қазақ халқының өзіндік логикалық ойындары негізінен сақ, ғұн, үйсін, қаңлы және көне түрік тайпаларының рухани мәдени мұрасымен сабақтас. Көшпелі қоғамда балаларға есеп, қисапты, стратегиялық ойлауды, тез шешім қабылдауды үйретудің өзіндік жүйесі болған. Қазақтың логикалық ойындарының бір бөлігі асыққа негізделген. Асық көне дәуірден басталып, баланың қол моторикасын, кеңістікті бағдарлауын, дәлдік және ықтималдық бағалауын дамыту құралы болған. Асық ату ойынында алаң таңдау, дәл нүктені есептеу керек. Ал хан талапай ойында жылдам шешім қабылдау керек. Сонымен қатар жұмбақ шешу, санама айту, сөз табу сияқты ойындарда да баланың ойлау, есте сақтау және зейін қою қабілеттерін жетілдіреді. Ақыл ой ойындары тек көңіл көтеру құралы емес, ол халық даналығының көрінісі. Осындай ойындардың бірі бестемше ойыны. Бестемше тоғызқұмалақ ойынның шағын түрі. Әлемдік мәдениеттің озық үлгілері мен ой кеңістіре алатын зияткерлік ойынға жатады. Ал зияткерлік ойын дегеніміз адамның ойлау қабілетін, ой өрісін дамытатын спорт түрі.
ата бабамыздың аманат етіп қалдырған бұл ойынды келесі ұрпаққа таныстырудың маңызы біздер үшін өте зор. Бестемші ойынын ұмытылған ойындардың бірі. Бестемші ойыны балалардың бойындағы сабырлықты, төзімділікті, ойшылдықты, есептегіш пен үнемшілдік қасиеттерін қалыптастыру екені анық. Ойынның алдында видео немесе анимациялар, бестемші тақтасы, сурет иллюстрациялары пайдаланамыз. Қазақтың ұлттық ойындары арқылы балалардың ой өрісін кеңейтіп, логикалық қабілеттерін жетілдіруді мақсат етеміз. Қазір сіздердің назарларыңызда осы бестемші ойынын қарайсыздар. Сәлем балалар, мен Дәулетпін. Мен Алпамыспын. Ақыл мен ойды қажет ететін бестемші зияткерлік ойынына шақырамыз. Белсенді қатысып, өз мүмкіндіктеріңді көрсетіңдер бізге. Ойыны біздің балабақшада жылына бір рет жарыс өтіп тұрады. Сонда балалар үстел үсті ойынында өздерін сынайды, және жердегі үлкен тақта алдында да ойын ойнайды. Бұл ойынды балаларға біз түсіндіріп айтамыз, көрсетеміз. Сонымен қатар ата-аналарға да тапсырма береміз. Осы бестемші ойынның тақтасын үйге беріп балаларға қалай ойналатынын әкесіне, анасына түсіндіріп, осы балаларды үйретеді. Сосын жылына бір рет біздің балабақшада балалар арасында бестемші ойыны өтіп тұрады. Ойын екі ойыншы арасында өтеді. Алғашқы жүрісін жасаған ойыншы бастаушы, келесі жүрісін ойынын жасайтын бала жалғастырады. Қорыта айтқанда, ұлттық ойындар ұлттың мәдени мұрасын сақтаудың және жас ұрпақтың жан-жақты дамуын қамтамасыз етудің маңызды құралы. Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында ұлттық ойындарды жүйелі әрі мақсатты қолдану балалардың танымдық белсенділігін арттырып, ұлттық құндылықтарды ерте жастан бойына сіңіруге, тұлғалық қасиеттерін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Заманауи білім беру үдерісінде ұлттық ойындарды оқыту, инновациялық тәсілдерді қолдану, соның ішінде жасанды интеллект мүмкіндіктері мен көрнекілік слайдтарды пайдалану оқу іс-әрекеттерінің тиімділігін арттыра түседі. Цифрлық технологияларды балалардың
ы, құрық салу, тымақ ойындарды қойдым. Соларды өз қоржыныма алдым. Сізге сәттілік тілеймін. Рахмет осындай ойындармен таныстырғаныңызға. Ұлттық ойындар арқылы рухымыз асқақтап, бірлігіміз нығая берсін дегім келеді. Және осы ойындарды әрқайсымыз дәріптеп, мақтанышпен әлемге таныта білейік дегім келеді. Көп рахмет. Рахмет. Әлия Мейрамовна, болдыңыз ба? Я болдым, енді сұрақ жауап болса. Әріптестер, айтыңыз ұсыныстар, айтыңыз. Сәлеметсіздер ме? Жақсы Қайырлы пожелание. күн. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн. Мен ешқандай сұрағым жоқ. Мен мынау Әлия Мейрам қызына көп рахметімді айтқым келіп тұр. Біраз көп тәжірибемен алмастық. Яғни ұлттық ойындардың жалпы өзінің іс-әрекетінде қалай жұмыс жасау керек екенін, балалармен қалай жұмыс жасағанын көзіміз көріп жетті. Және де бірнеше ойындар бізге таңсық болды, солармен таныстық. Сізге алдағы уақытта тек сәттілік тілеймін, еңбегіңіздің жемісін көре беріңіз дегім келеді. Тағы да Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн. Кешіріңіз, Әлия Мейрамовна, мынау омбы ойын туралы түсіндіріп бересіз ба? Жүргізу барысы, соны қандай асықпен ойнайтынын? Омпы ойыны. Мақсаты балаларға қазақтың ұлттық ойыны омпы туралы түсінік беру, балалардың көз мөлшерін дамыту, мергенділігін, ептілігін дамыту, қазақтың ұлттық ойындарына қызығушылығын арттыру, достық қарым-қатынасқа тәрбиелеу. Ойынның шарты: асықты мұртынан немесе жамбасынан тұрғызу омпы деп аталады. Белгілі бір қашықтықтан өз сақасымен көздеп омпыны дәл тигізіп аударып түсіреді. Кім бірінші тигізсе, сол жеңімпаз аталады. Барлық асықтарды жинап әкетеді. Бұл жерде тігілген асықтарды. Бұл жерде әдіс тәсілдері: түсіндіру, көрсету, ойын жаттығулары, топтық талқылау. Керекті құрал жабдықтар бұл сақа асықтар, ойын алаңы. Рахмет, көп жақсы. Сізге де Қайырлы күн, рахмет. құрметті әріптестер. Әлия Мейрамовна, менің сізге мынандай сұрағым бар. Жаңағы ұлттық ойындар кезінде қауіпсіздік қалай қамтамасыз етілді? Осыған жауап берсеңіз. Әр ойын алдында қауіпсіздік ережелері түсіндіріледі. Ойындар балалардың жас ерекшелігіне сай таңдалып, денсаулыққа зиян келтірмейтін құралдарды қолданамын. Педагог тарапынан үнемі бақылау жасап жүргізіп тұрамыз. Жақсы, көп рахмет сізге. Ұлттық ойындар дегенде енді бәріміз біліп, бәріміз күнделікті пайдаланамыз ғой. Но сіз тереңірек бізге басқаша қырынан ой салып, өзіміздің қоржынымызға біраз зат алдық. Көп рахмет. Еңбегіңізге жеміс тілеймін. Биіктерден көріне беріңіз. Рахмет. Рахмет. Әлия Мейрамовна, бір сұрақ қойсам бола ма сізге? Сіз жаңа мониторинг жасауды көрсеттіңіз ғой, соны қалай жасадыңыз? Мониторинг жасағанда бұл жерде мектеп алды топ 5 жастағы балаларды алдым. Өзіміздің стандартқа қарап отырып, өзіміздің жасалатын мониторингтарымызға қарап отырып, 6 индикатор алдым. 6 индикатор алдым, және 3 бесін алдым деңгейлерін. Бірінші деңгей төмен деп алдым, екінші деңгей орта деп алдым, үшінші деңгей жоғары деңгейді қарастырдым. Ұлттық ойындарды ойнау барысында қызығушылық. Бірінші деңгейде ол жылдың басында қыркүйек айында болады. Қыркүйек айында балалар қызығушылық танытпайды, ұялшақ болады, алға қарай ұмтылмайды.
Сондықтан оны бірінші деңгейде оларға көмек қажет болады педагогтан, және қимыл қозғалыстары баяу болады, шапшаңдықтары да, ептіліктері де, басқа қасиеттері толық жетілмеген. Ал екінші деңгейде ұлттық ойындарды ойнату барысында қызығушылықтары арта бастайды. Ол жылдың ортасында, қаңтар айында болады. Қимыл қозғалыстары орташа, танымдық қабілеттері кішкене арта түседі. Бір-біріне қарап, бір-бірімен ойнағылары кеп, мысалы, пикболдың үстінен үңгілері кеп сөйтіп тұрады. Үшінші деңгей бұл жыл мезгілінің аяғында, мамыр айында өтеді. Бұл қимыл қозғалыстары белсенді, танымдық қабілеттері жоғары деңгейде, дамыған, сөздік қорлары мол, шапшаңдық, ептілік қасиеттері жетілген. Осылай 3 деңгейге алдым. Жаңа бәрін түсіндіріп кеттім ғой, балалар. Бірінші деңгейді бастапқыда қарап тұрсаңыздар, екінші кестеге қарасаңыздар, осы жерде бәрі түсінікті деп ойлаймын. Бастапқыда мысалы 12 бала төмен болса, екінші деңгейде 8 бала, аралықта 24 бала. Ал қорытындыда бірінші деңгейде 6 бала, ол 2 бала бізде. Келесі. Рахмет сізге. Енді озық өз тәжірибеңізбен бөлісіп жатсыз. Сізге үлкен шығармашылық табыс тілеймін. Жаңа жетістіктерге жете беріңіз. Рахмет. Сіздерге де рахмет. Тағы да бар ма, әріптестер? Если нету, давайте тогда прощаться. Алия Мирамовна, сіз теперь тогда маған лақтырыңыз әдістемелік ұсынымды. Мен Ақтоғай Қарқаралы шетпен білім бөліміне тастаймын, сосын олар будут раздавать по всем детским садам. Кереді ма? Рахмет. Сау болыңыз, әріптестер. Сау болыңыздар.